білмеймін ғой, бір осындай нәрсе шыққан. Стресс, депрессия, бірдеңе, новый терминдер. Неге депрессия? Сен Құраннан алыстағаннан кейін депрессияға түспей неге түсесің? Рухани шифаң ол Құран еді негізінде. Адамның жанына тыныштық сыйлайтын, өзі жүректің өзі немен тынышталады дейді? Алланы еске алумен. Негізі адам, мынадай сөз бар қазақта. Қайғысыз ішкен қара судың өзі тәтті дейді. Яғни адамның қайғысыз өмір сүруі бұл өмірдегі ең үлкен бақыт сол. Ең бақыттың бірі сол. Уайымдап отырып жеген тамағыңнан, уайымсыз отырып жеген тамағың абзал. Демек сол уайымды кетіретін, сейілтетін нәрсе жүректегі бұл не? Адамдар уайымын сейілтем деп, жүректегі депрессия, стрессін кетірем деп түрлі күнәларға батып жатады. Біреу арақ ішеді, біреу бірдеңе шегеді, біреу бірдеңе қылады, біреу вообще басқа жақтан іздейді. Оның барлығын таба алмайды да. Жүректің емі қаяқта? Ол жүректің емі, дертінің шифасы ол Құранда. Жалғыз отырып Құран оқыған адамның жүрегі тәнімен қосып емделеді. Осыған дейінгі талай тәжірибеде болған нәрсе.